Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Назгүл. Бүгін біз сіздермен little және small сын есімдерінің айырмашылықтарын қарастырамыз. Әрине, ол екеуі бір-біріне синоним болып келеді. Бірақтан олардың қолданыс аясына байланысты кейбір айырмашылықтар бар. Ең алдымен small сын есімін қарастырайық. Small'ды біз көбінесе белгілі бір нәрсенің өлшемін, көлемін немесе ауданын айтқан кезде қолданамыз. Ал little көбінесе саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Мысалы, егер де біз small hand деп айтатын болсақ, онда адамның қолының кішкентай екендігін білдіреді. Ал егер де little hand деп айтатын болсақ, онда ол адамның қолынан көп нәрсе келмейтіндігін білдіреді. Яғни, осындай кішігірім айырмашылықтары бар. Егер де, мысалы, біз адамның дауысы туралы айтатын болсақ, онда small voice деп айтамыз. Яғни, оның дауысы ақырын екендігін білдіреді. Ал little'ды саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Мысалы, little money, little time. Сонымен қатар, белгілі бір нәрсеге үстеме мағына берген кезде қолдана аламыз. Мысалы, I'm tired a little. I'm irritated a little. Яғни, мен шаршадым, бірақтан оған a little'ды қосатын болсам, онда оны аздап жұмсарта аламыз. Яғни, белгілі бір сөйлемнің мағынасын жұмсартқымыз келсе, a little сөзін, яғни сын есімін қолдана аламыз. Сонымен қатар, біз a small number of people деп айта аламыз, бірақтан a little number of people деп айта алмаймыз. Ондай кезде few number of people, яғни little бізде саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Әрине, одан да басқа көптеген мысалдарды келтіруге болады. Өздеріңіз ізденіп қарап көрсеңіздер де болады. Бұл ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.